Так, мен жұмыстарды жақсы болды ғой, жұмыс тауып алғаным бар ғой. Так, вот, мынаның бәрін сындырып аламыз. Так, қазір видеомды бастап жіберейін. Сәлем достар, сендермен бірге мен Моля. Қалайсыздар достар? Менің жаңа видеома қош келдіңіздер. Я достар, бүгінгі бөлімде біз дейтін, қараңыздар, біздің ауылға жаңадан бай келген болатын. Я жаңадан қараңыздар, қасында охранниктеріне шейін бар ғой достар. Так, осы бай маған бір жұмыс тауып берді достар. Мен байдан сұрап, әйтеуір дегенде осындай ауылдың жұмыстарын істе, мен саған айлықты беретін болам деген болатын достар. Так, сол үшін мен осы байдың жұмыстарын жасап. Ой, мында достар, байдың өзі де келді мында. Ой, ашулы сияқты ғой что-то. Так, саламатсыз ба, бай мырза, қалайсыз? Ой, жақсың, не? Не істеп тұрғансың сен, а? Bir gün болмай, жұмысқа кіре салай. ұрлаңыз мені. Мен дейтін, енді, бай мырза, мен дейтін, қарасаңызшы, мен бұндай жерді жасамаймын ғой, бұны жетелдер істейді ғой. Мен тек мына огородты ғана. Ай, огород. Ана жер, аңғара, тағы бұзын ғана ана. Сен яқман, бұзай қарасын айтшы, а? Бұзбаймын ғой, қарасаңызшы, дұрыстап істеймін ғой, қарасаңызшы. Қараңыз. Не болды? Міне істеп жатырмын ғой, енді істеп. Жұмысыңызды мен 100% жақсы атқарып жатырмын. Сіз бұзып жатырсыз, міне қараңыз, сіз бұзып жатырсыз мені. Міне, бай сізге не болған? Айтпақшы, не? Сіз менің айлығымды кешіктіріп жүрсіз ғой, менің айлығым қашан болады? Қайдағы айлық сен? Сен айлық жоқ саған, түсін ба? Сен осындай жұмыс істеген үшін айлық беруің керек пе саған не? Мен жұмысымды жақсы атқарып жүрмін ғой. Қандай, жақындамаңыз. Жұмысыңызды істемей ма? Онда өзіңіз істеп алыңыз онда жұмысыңызды. Ай, ұрмаңыз. Так. Охранниктер, короче бар ғой, сендер ананы вообще кіргізбей керек. Түсіндіңдер ғой да? Анан қарап тұруын, короче, ананың үйін өртеп тастаңдар вообще, түсіндіңдер ма? Не дейді достар, қазір достар көрдіңіздер ғой, бұл менің видео түсіріп жүргенімді білмейді. Саған мені ренжітіп тұр ғой бұл дейтін. Қазір анан қараңыздаршы, мынандай үй салып алып. Мен қазір достар ойыма не келді? Менің ойыма бар ғой, бұдан қазір мен кегімді алатын боламын, өйткені бұл дейтін қараңыздар. Мынандай үйде тұрып еще менің айлығымды бермеді, өздеріңіз куә болып тұрсыздар ғой, көрдіңіздер ғой, ойлаңыздаршы. Давайте достар, біз одан бірге кегімізді алайық. Ана бай жетел что-то өзіне көп алып кетті ғой. Қараңыздар, тұрсын қараңыздар. Так, қазір мен дейтін менде мынандай ой келіп тұр достар. Менде мынандай ой келіп тұр. Қазір мен сіздерге айтам. Так, жарайды, мен далада айтпайыншы, қазір мыналар естіп қойып жүрер, қазір мен не деп атқанымды. Так, үйге кіріп алайын. Қазір достар, есікті жауып алайын. Мен үйімді өртей жіберейін деп тұр ғой еще. Так, ноутбугым тұра берсін. Так, мен қазір сіздерге видео түсіріп болғаннан кейін монтаждап саламын ғой, осы ноутбукпен. Так, жарайды. Қазір мен дейтін достар, қазір мен бұған троллинг жасаймын, яғни пранк деп десем де айтам болады, и және де кегімді алатын боламын. Ол қалай деп ойласаңыздар, бұл бай, короче достар, қыз құмар бай ғой, қызды қатты жақсы көреді. Қыз қазір мен дейтін достар, жетел қызға айналып, яғни үстіме жетел болып, бетіме жетелдің маскасын киіп, яғни шашымды бояп, түрімді бояп, общем, қыз болып достар, жетелді троллить етіп, үйін тонап кетем. Мен бар ғой, өзімнің бермей қойған ақшамды өзімді алам, үйден бар ғой. Айтпесе маған достар, қараңыздар, мен осы жақта жұмыс істеп жүрмін ғой. Жұмыс істеп жүргеннен кейін маған айлығымды беру керек. Қараңыздар, жерде. Мына қазір алмазға жақындасам, мына адамдар мені ұстап алуы мүмкін. Сондықтан мен қорқам достар. Бұндай адамдар дейтін өте қиын болады, бұндай жетелдер бар ғой. Сондықтан достар, күтіңіздер. Қазір мен үйге кіріп, өзімді жетелге айналдырайын достар. Видеоға лайк басыңыздар, арнаға жазылыңыздар. Достар, видеоны соңына шейін қарайтын боламыз. Достар, қазір мен қайтадан оралатын боламын. Так, достар, қараңыздар, қазір мен дейтін не затқа айналып алғанымды. Қазір терезеден көріп қой мүмкін достар, қараңыздар. Жетел, привет, қалайсыз? Маған қарайды көрдіңіздер ма жетел? Қазір қараңыздар. Вот достар, мен дейтін жетелге айналып алдым, жетел қызға, яғни достар, үстімді әбден киімімді киіп алдым. Қазір мен байды өзіме қаратып алатын болам да, ақшасын бәрін алып кететін боламын достар. Видео өте қызықты болады деп ойлаймын.
Так, және де достар маған шезе алдында өз өзіңді қорғап жүр шетелдер опасно деп маған достар мынандай пистолет маған беріп жіберген болатын. Иә, осындай пистолетпен қазір байды қорқытамыз, өте қызықты болады деп ойлаймын достар. Қазір мен өзім де қорқып тұрмын және де толқып тұрмын достар. Өте қиын болады сияқты, өйткені қараңыздар өздерінің мен дейтін барынша моляға өзімнің ұқсатпауым керек қой. Так, так, жаймен деп барайық. Так, ла-ла-ла, так, о, привет. Мына жақта кім тұрады? Нең бар кім тұратын, кетсе бары? Мен Байжетелге келіп тұр едім. Байжетелдің болашақ әйелімін ғой мен. Както? О, привет, Байжетел. Қалайсың? Охранниктер ачық кіргізбей түсіндер, сендері. Соны айтам, мені охранниктер кіргізбей тұр ғой, Жетел. Кіргізбеді ма сені? Болды, жұмыстан шықтыңдар екеуіңде. Қалай басеке? Қалай? Ya böyle çıktınlar dedim ha çıktınlar. Men de suman karsa ya soskayım. Әлі ерте ғой, бай. Болмайды ғой. Болмайды ғой базеге бір қыз үшін. Бәрі болады мен үшін. Все, давай. Кендер. Үйге кіресің ба я? Жүрсей да. Үйге ма? Кіргізесіз ба мені? Давай. Сен де қызықына кіргізбейін ма? Мен өзімді әдем емеспін деп ойлайтын едім. Мен әдеммін ба? Байжетел. Есікті ашып мен қалай шығам енді? Не қыласың оған, не қыласың? Берге суши писта ішемін. Сіздің үйіңіз керемет екен, бай. Әрине, мақташы мені, мақта. Сушиіңізді жеп алайыншы. Қарным ашып кетті. Же. Аузыңа тық. Давай, же. Сен бәрін жеп тадың ба, Жоқ, қарным ашып кетті да, просто Байжетел. Сіз, Байжетел, сізге сұрағым бар, мен сұрағыма жауап бересіз ба? Жақындамас, әлі ерте ғой, Байжетел, не болды сізге? Так, сіз ақшаны қайдан аласыз? Мен, сосын айтамын мен де саған онда. Аңғара, мен кітап оқимын ма, көріп тұрсың ба мен кітаптарымды. Мен ақылдым ғой маған күйеуге шықса, я. Мен үстіңізге күшті киім киіп алыпсыз ғой. Жоқ, мен әлі ерте мен сізге қалай оны сразу сізде. Давай, Жоқ, бұл жаққа ерте әлі Байжетел, мына жаққа көрейік, мә саған ең дәу башня сіздікі екен ғой, мына жақта, мә. Еще дәу бірдеңем де бар мен. Қойшы, сізде. Так, мына жерде бір қыз жүретін еді ғой, айтпақшы Байжетел, ол қыз не болды? Ол қыз деген бар ғой, бомж екен ғой, қалай бомжи? Ой, кешіріңіз, так, мә сондықтың ішін ашып көрсем бола ма, Байжетел? Жоқ, болмайды. Болмай ма? Короче, ол ана қыз бар ғой, урод екен ғой, оказывается, прикинь. Урод екен, ол мені артынан қаншама жүрді. Қалай урод сен, не айтып тұрсың? Мен ғой, білесің ба, моля ғой, мен молямын ғой, көрдің ба? Маша? Мен молямын. Давай. Ұқсамайсың ғой, Қазір, мені қара, көрдің ба, мен молямын. Пожалуйста, ақшам бәрін алдым. Сен не қызға славый, өзінше болып жүрсің. Менің ақшамды қайтар. Қанша ақша қарыз едің? Мә, сен дейтін бай екенсің ғой. Пожалуйста. Заттарыңның бәрін. Сен немен айналысасың? Тез айт. Немен айналысасың? Тез айт. Мен адамдарды тонаймын, мен пожалуйста, мен ешім айтпадым. Соны харам ақшамен ақша тауып жүр екенсің ғой, қазір мен бүткіл ақшаңның бәрін алып алам бар ғой. Мұнда келсең, қазір мен сені атсайым, қозғалушы болма, тұр мына жерге. Құлап бәдем мені, атмай, ағыланттер көмектесіңдер. Ағыланттер ештеңе істей алмайды маған. Саған көмектеспейміз, бәсеге, сен өзімізді жұмыстан шыға жібердің ғой. Әне көрдің ба, әне сені өзі охраналарың да сыйламайды, көрдің ба сен? Ақшаң үшін ғана сыйлайды олар. Ақшаның бәрін аш, ақшаның бәрін аш. Вот, ақшаның бәрін ал. Енді бұл ауылдан көзіңді құрт бар, кет. Жоқ, пожалуйста, кетпей қойыншы, пожалуйста. Неге сен адамдарды алдап жүрсің, Мен саған дейді адал жұмыс дедім ғой. Қазір мен түсіп алайын. Достар, көрдіңіздер ғой, не істегенімді, достар. Мә, саған
қазір бұның охранниктері қараңыздар, даже оны о міне все, о кім ашып берді маған. Ей, жедел ауылдан кететін бол, или болмаса қайттан дұрыс тірлік жаса. На жеделдер ұқсап еңбек ет. Мен еңбек етпеймін ғой, мені қарамақшылымын ғой. Аны орынма. Онда екеуіңді кетіңдер. Қазір мен сендерді атам бар ғой. Ойбай, мына достар, прикинь, жедел кетіп қалды. Мә, саған қараңыздар, менде қаншама изумруд, қаншама алмаз бар, достар. Жеделге мынандай түсінбей қалды ғой деймін, қараңыздар, қалай алдап кеттім, қараңыздаршы. Сен кеттің ғой, не істеп жүрсің? Понял, пожалуйста, ақшамды қайташы, подписчиктерім лайк басатын натуре айтам. Ақшаны берші маған, пожалуйста, мен өмір. Мен видео түсіретінімді қайдан білесің, сен мені көресің ба не? Мен сені көрдім ғой, сен 6 деген біреумен жүрдің ғой, содан кейін мен сені жұмыстан шығарып жіберем. Солшын ба сонда? Неге 6 демен жүрген жұмыстан шығарып жіберген? Сен не алып жүресің онымен? Не, сен сөйлемей маған мә, соған кәдім сен қызды сыйлап білмейтін. Мына саған 19 алмаз болса, саған жетеді сол. Осымен көтеріл қайттан. Бірақ адал түрінен табатын бол, ма? Молодец. Точно ғой, точно көріп. Қазір мен сені бар ғой, атып тастайын бар ғой. Жоқ, мен шынымен прикол ұстап. Жоқ, прикол ұстап тұрған жоқ, мен саған бай жетел. Сен дейтін бар ғой. Жетел. Давай, бірге сен де ұрласа дегенсің ғой, бірге Мә, достар, мына жетел бар ғой, айтқан доқпайды екен, көрдіңіздер ғой, не болғанын. Так, қазір мен затымды алып тастайын. Достар, осындай қызықты видео болды деп ойлаймын. Қараңыздар, енді жетел барынша ұқтыруға, ақыл айтуға, оны көндіруге, жақсы тірлік жасауға түсіндірдім. Бірақ сонда да білмеймін, басқа нәрсе ойлап жүрше, ойына бар ғой. Так, үйді бар ғой, ертең өзі мына ақшамен адамдарды алдырып, басқа бір қайырымдылыққа, или басқа бір ауырып жүрген аналарға болмаса сондай. Шейзи, қалайсың? Шүкір, жақсы. Не істе, мен саған аңғарсай, саған торт алып беремін, аңғарсай. Рахмет. Жетел, білесің ба, Шейзи? Менде не қызық болған бүгін? Мен қарасай қолыма дейтін қаншама алмаздар тауып алдым ғой бүгін дейтін. Сен берген. Біреу торап жүрген ба сен? Жоқ, ешкім тонаған жоқпын. Мына жетел бар ғой, ешекбас. Жетел ғой, жетел. Ана бай жетел ше. Көшіп келген бе, который? Көшіп келген. Мен алдында соған жұмыс алғанмын ғой. Сол жұмыс алып, жұмыс істеп адалынан қызмет етсем, менің айлығымды бермейді ғой. Мен тұрамын да, одан кегімді алып, короче, сен берген пистолетті алдым да. Атқан жоқпын. Сол пистолетті алдым да, мына жетелдің сазайын беріп, ақшасын бәрін алып алдым қайттан. Оны ертең қайырымдылыққа салғым келіп отыр. Жартысын саған берейін, сен де қайырымдылыққа салсай. Давай. Ол жарайды енді, мен неге асып баратырмын, ма жақта жұмыстарым бар еді, онда сосын кездесеміз ғой, Болды, жақсы. Давай. Короче, достар, осындай видео болды. Ұнаса лайктарыңызды басып, анаға жазыңыздар. Келесі бөлімде көріскенше сіздермен болған мен Моля. Давайте, достар, тіркеліп лайк басып кетейік. Сау болыңыздар, достар.